Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай әрі жылдам дайындалатын кекс пісіретін боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт, сондықтан да менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Құрамы үйде бар заттардан тұрады. Бізге дайындау үшін жұмыртқа, тұз, қант, сүт, сұйық май, қопсытқыш және ұн қажет болады. Мөлшерінің барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Олай болса, кекс дайындауға кірісейік. Ыдысымызға жұмыртқа, тұз, қант салып, венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз. Ендігі кезекте сүт пен сұйық майды қосып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін қопсытқыш пен ұнды қосып, тағы да дайын массаға енгенше араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды, осындай қою болып шығады. Енді формаларға құйып шығатын боламыз. Формаларға 1,5 қасықтан салып шығамыз. Менде осы рецептпен 13 кекс шығады. Формаларға құйып шықтық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Кекс бізде дайын болды. Енді формасынан босататын боламыз. Май жақпаса да формаға жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Көп уақытыңызды алмайтын, әрі дәмді болып шығатын осындай тәттіні отбасыңызға дайындап танытыңыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.